екеуміз бөлмеге барып, лақтырып ойнап біраз жаттығып келеміз. Жақсы күнім. Тезет, Чоко, кемпір қосақ ауылына көмегіміз қажет секілді. Дайынсың ба, Чоко? Кемпір қосақ ауылы, бізді қарсы ал. Ғажайып, Руби. Келгенің қандай жақсы болды. Қиын жағдайға тап болдық. Мұздақ жасайтын құрылғым. Мұздатқыш құрылғы ма? Мәссаған! Достар, мұны осы ауылдың тұрғындарына арнап, кемпір қосақ мұздағын жасап берейін деп әкелген едім. Иә! Мұздақты жақсы көремін. Білуімше балмұздақ секілді, бірақ тек жемістерден жасалады. Сары ол банандар, жасыл жүзімдер, көк қара жидектер. Мына қызыл құлпынай ма? Иә, бірақ мәселе сонда. Білесің бе, мұнда тек құлпынай ғана емес. Сондықтан тек құлпынай мұздағын жасай алмайым. Апырай. Ыдыстағы әшекей құлпынайлар аяқ астынан үштігейлі жоғалып кетіпті. Қызық, ол қайда жоғалды екен? Қызыл түстерді араластыр. Қызыл, бәрі қызыл. Мүмкін емес. Джесси, қой! Джесси, ойын ойнайды. Қызылдарды араластыр. Бәрін біртіндеп бөліп алсақ қайтеді? Оған көп уақыт кетеді. Мұздақ тез арада дайын болады деп айтқан едім. Қызылдарды араластыр. Иә, Лоло мырза, тұтқаны алғыңыз келетін білем. Оны әлі қолданып жатырмын. Құрылғымның тұтқасын жоғалтып алғаннан соң, амал жоқ, Лоло мырзадан сұрап едім. Ғажайып, Руби, сенің көмегің керек. Тез! Джинаның мұздақты дайындауына көмектесу үшін ақылды әрі мұқият болуым керек. Мұздаққа қажетсіз қызыл түстердің барлығын құлпынайлардан бөліп алудың жылдам әрі тиімді жолын табуға тиіспін. Оған қажетті заттардың біразы дөңгелекті шападанымда бар. Сонда қалай көмектесем бұл мәселені шешуге? Енді қалай көмектесем? Бүгін ғалым болып көмекке келемін. Ыдыстағы құлпынайлардың бәрін басқа қызыл заттардан тез бөліп алудың жолын табамын. Ол үшін түрлі тәжірибелер жасауым керек. Халатым мен көзәйнегім көзім мен киімімді жаман нәрселерден сақтайды. Мына жәшігімде тәжірибе жасауға қажетті заттардың бәрі бар. Қолымдағы тақтайшаға тәжірибемнің қорытындысын жазып отыратын боламын. Ауылдағы мейрамхананың ас үйі біздің зертханамыз болады. Қане, енді тәжірибеге кірісейік. Мәссаған! Құлпынайдан басқа заттардың бәрін бөліп алуымыз керек. Мұнда майда жидектер, металл әшекей құлпынайлар және қызыл шарлар бар екен. Қане, тез бөліп алудың әдісін табу үшін тәжірибе жасайық. Чоко, тоқта! Бұл жидек емес, қызыл қарашық қой. Біреуін жесең, 1 сағат тоқтамай күле бересің. Иә, сәлем ғажайып, Руби. Сәлем, Элли. Джесси сені осында дедім. Сондықтан кіріп сенімен амандасайын дедім. Джина, өзіңнің уәде еткен мұздағыңды асыға
жүрмін. Оның дәмі өте тәтті болады. Бір сағаттан соң қалпына келеді. Оң қолымдағы жидектер майда, құлпынайларға қарағанда кішірек екен. Көрдің бе? Ол шынаяқтың тұтқасынан оңай өтеді, ал мынау құлпынайлар тым үлкен. Оларды қалай тез бөліп алуға болады екен? Ойланайық. Аха! Таптым! Қараңдар, мына торкөз құлпынайларды іште қалдырып, жидектерді сыртқа шығарады екен. Майда жидектер бөлінді. Біреуі бітті, екіншісі қалды. Нағыз құлпынай мен әшекей құлпынайлардың көлемі бірдей екен. Оларды қалай бөліп алмақпыз? Бұл металдан жасалған сияқты. Бізге бәлкім магнит көмектесер. Магнит металды жақсы тартады. Көрдің бе? Нағыз құлпынайлар металл емес, сондықтан олар тартылмайды. Бұл шарларға да қатысты, олар шыныдан жасалған. Енді магнит әшекей құлпынайларды тартар ма екен? Көрелік. Міне керемет! Іске асты ғажайып Руби! Мына әшекейлерді Линг-Линг мырзаға қайтарып бергеніміз жөн. Ол оны мұздақ мерекесіне дейін іліп қойғысы келген еді. Міне Линг-Линг мырза, жоғалтқан әшекейлеріңіздің бәрі осында. Рахмет, ғажайып Руби. Оларды ілеміз. Барлығы Джинаның мұздағын асыға күтуде. Мұздақ әлі дайын емес. Бәрінің көңілі түсіп қалатын болды-ау. Олай босқа қамықпа, қане зертханаға оралайық. Құлпынай мен қызылшарлар қалды. Көлемі бірдей, тордың көмегі тие қоймас. Ол металдан жасалмаған, магнитте көмектеспейді. Ұятқа қалдық, бәрі бітті. Алаңдама, Джина, бұл мәселені шешеміз. Қане көрейік. Шар құлпынайдан гөрі ауырырақ. Қызық екен. Қара, құлпынай судың бетінде, ал шар суға батты. Оларды құлпынайлардан қалай бөлу керектігін анықтаған сияқтымын. Қане достар, жиналыңдар. Джинаның кемпір қосақ мұздағы дайын болды. Тұтқаны бере тұрғаныңыз үшін рахмет, Лулу мырза.